La ilahe Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Қалайсыздар, құрметті мұсылман бауырлар. Алла Тағала өмірлерімізге береке берсін. Менің даусым жақсы естіліп тұр ма? Ренжімейсіздер, мен қазір өшіре тұрам. Нені комментарий өйткені ол біздің тікелей эфирімізге дауыс жағынан кедергі жасайды. Алла өмірімізге береке берсін. Алла Тағала елімізге ауызбіршілік ынтымақ берсін. Қазір біздің елімізге үлкен ауызбіршілік керек. Өйткені елдің іші іріп жатқан кезде, елдің ішінде дау болса, елдің сыртындағы жау қуанады дейді. Онда біздің ел жемтік болуға дайын тұр деген сөз. Егер елдің ішінде ауызбіршілік болмаса, осы ауызбіршілік жайлы кішкене айта кеткім келіп отыр. Соның ішінде мынау қазіргі тәңіршіл деген ағымдар бар ғой. Енді ол дін емес, ағым ғой ол. Сол ағымдарды Тоқтар Абыз деген олардың молдалары айтқандай, жаңадан келген елшілермен құттықтағым келіп отыр. Ринат Зайытовты олар бізге Тәңірдің жіберген елшісі деп өздеріне пайғамбар қылып сайлап алды ғой. Бұдан бұрын кейбіреулері Шыңғысханды пайғамбар деп шыққан болатын. Енді қазір Тоқтар Абыз деген кісі Ринат деген сөзді кейін қаратып оқып, оны Тәңір деп шығарып, Тәңірге шығарып, бұл біздің елге Тәңірдің жіберген елшісі деп мәлімдеме жасап жатыр ғой. Сол Тоқтар Абыз деген кісінің өзін атын керісінше оқытып, зыба ратқот бола ма? Соны тәпсірлеп берші деп сұрау керек еді сол кісіден. Не деп айтар екен? Өзі әркімнің атын теріс қаратып оқиды да бірдеңелерді шығарады да жүреді. Жаңағы сөздерді екіге бөледі де бір мағына шығарады да жүреді. Жалпы осы біздің елдің ауызбіршілігін сақтап қалу үшін біз ұстанымымыз негізі дін, былайша айтқан кезде ұстанымымыз бір болған сайын біздің ауызбіршілігіміз күшейеді. Адамдардың ұстанымы көбейген сайын адамдардың ой өрісі де әр жаққа бұрмалана береді ғой. Қазір анау діннің дұшпандары көбейді ғой. Қазір дін жайлы кері сөздер өте көп жүріп жатыр. Адамның жүрегі ауырады. Сол осы тәңіршілдер жайлы да кішкене айтқым келеді. Алланың құдіреті, бұл кісілердің де ішінде көп алданып жүргендері бар. Бәріміздің аталарымыз Құдайсыз қурай сынбайды, не болса да Құдайдың қалауымен болады деген ұстанымдағы аталарымыз еді. Апа аталарымыз, әжелеріміз сондай ұстанымда еді. Бұл кісілер қазір келіп, біз бұрыннан көк тәңірге табынған халықпыз деп. Бірақ осы сұрағымыз келеді. Сіздердің өзі діндеріңіз енді дін деп айтасыздар ғой өздеріңізше. Дін деген сөздің өзі исламнан алынған. Сол өздеріңіздің ойлап тапқан діндеріңізде бұрынғы өткен адамдардан қандай сөздер қалған? Не болмаса біздің қазақтың осы Тәңір дінін ұстанды деген аталарының бір есімдері бар ма? Біз кез келген қазақтың аталарын дін жайлы айтқан сөздерін тауып бере аламыз да, осы Тәңір, көк Тәңір жаңағы не дейді? Енді көп масқара сөздері бар, солардың бір екеуін ғана айтайықшы. Осы сөздерді айтқан
біздің қазақ аталарымыз бар ма осы мынау Тоқтар Абыздан алдын? Бұл кейінгі жаңадан шыққан ең последний марка діндердің бірі ғой енді. Бірақ қарап отырсаң, осы тәңіршіл дін деген былайша тыныш өзімен өзі жатқан дін сияқты көрінгенімен, бірақ біздің елімізде ауызбіршіліктің бәрін құртып отқан адамдардың бірі осы кісілер. Мына қазір адамдарды бөліп интернеттерде имамдардың уағыздарын жаңағы толық уағызды салса адамдар түсінетіндей уағызды қырқып арасынан жаңағы анау түсінбейтіндей қырқып сөздерді қырқып интернетке салып адамдардың арасында алауыздық тудырып жатқанда осылар тыныш жатқан адам болғанымен және мына жақында біздің президентіміз, Алла разы болсын, Қасым-Жомарт Тоқаев мырзамыз Құран қорғалу керек деген сөзді айтты ғой. Осы мына тәңіршілдер қазір интернетке шығып, ана бір Айша деген әйел өздері тағы қараңызшы, біз қазақтар жастайынан орамал тақпаған, қартайғанында таққан дейді. Бірақ өзі қартайған адам, жасы кеп қалған адам түр айтып тұр ананың. Бірақ басы жалаң баста. Бірінші өзі тағып, міне мен сияқты қартайғанда тақсаңдар болады деп айту керек еді ғой негізі. Біздің қазақтар қартайғанда, үлкен болғанда тартқан деп, өздері бірақ жалаң бас, жалаңқып жүрді. Денелерін ашып. Сол Айша деген әйелдің өзі Құранға тіл тигізіп жатыр. Мұсылмандардың жүрегі бұған ауыра ма, ауырмай ма? Құранға тіл тигізіп жатыр. Өйткені өздері қараңызшы, қандай ақымақ адам деймін да. Өздері Құранға сенбейді. Бірақ Құраннан тәпсірлеп бізге бір нәрселер дәлелдемекші ғой. Кафирун сүресін не дейді, тәпсірлеп берген. Қараңыз, өздерінен кәпірміз деп айтып тұр ғой бұлар. Өйткені біз де бұларды мұсылман деп санамаймыз. Өйткені Аллаға, оның пайғамбарына сенбеген адам ол мұсылман емес қой ол. Өз айтады, Кафирун сүресін оқымайсыңдар ма дейді. Сол жерде не деп жатыр? Әркім өз дініне табынсын, сол дұрыс деп айтты дейді. Ай, ақымақ, ол үйтіп айтқан жоқ ол. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның уақытында мына мүшриктер деп айтамыз оларды. Кәпірлер пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп, өздерінің қулықтарын бірін айтқан болатын. Былай келсек дейді, бір жыл сен біздіңкіне табын, бір жыл біз сеніңкіне табынайық. Ешкімнің құдайының көңілі қалмайды деп сондай келісім шарт жасасуға келген болатын. Сол кезде Кафирун сүресі «Құл я айюхал кафирун» айт дейді, ей кәпірлер, «Ла а'буду ма та'будун» мен сендердің табынған нәрселеріңе мен табынбаймын. «Вала антум абидуна ма а'буд» және сендер де мен табынатын нәрсеге табынбайсыңдар бәрібір. Сол жерде соңында не? «Лакум динукум валия дин». Мен сендермен олай келісе алмаймын. Бір жыл менікіне табын сендер, мен сендерінкіне бір жыл табынып жүре алмаймын. Сендердің діндерің өздеріңе, менің дінім өзіме деген болатын. Ол жерде дұрысы, бәріміздіңкі дұрыс, сендер соған табына беріңдер. Әркім, әр халық өзінікіне табынсын деген жоқ, ақымақ. Ол не деді? Мен сендердің діндеріңді қабылдамаймын. Ол дін мушрик, Аллаға серік қосатын, тасқа, пұтқа табынатын, ол сендердің діндерің маған керек емес деген сөз тұғын. Осы Айша деген әйел қайта шығып Құранның әртүрлі сүрелерін тәпсірлеп, Құранға тіл тигізіп жатқан әйел. Оған мұсылмандар намыстана ма, намыстанбай ма? Бұл кісі енді Құранға тіл тигізгені үшін жауап берер ме екен, жауап бермес пе екен? Енді Алланың алдына барған кезде жауап беру анық қой. Бірақ мына жерде ең болмаса мұсылмандардың ауыз біршілігін құртпау үшін осы кісілер тоқтататын адам бар ма екен? Қараңызшы, бір қауымды құрту үшін екі нәрсе жетеді екен. Арақты кіргіз, әйелдерді шешіндір. Арақ кіріп, әйел шешінген жерде надандық жайлайды, ол қауымды құрту оңай болады деген. Ал қараңызшы, мынау осы тәңіршілдердің жаңағы ұстаз сымағы арақ деген сөзді де ар, ақ деп екке бөліп, ар деген ол ар намыс дейді, ақ деген ол біздің ақ, бір нәрсе қылып, арақ ол адал, ол біздің нәпс, не дейді, ол біздің денемізде бар деп арақты адалдап жүр. Және дінге қарсы ғой, мына әйелдердің жабылуына, орамал тағуына,
180% қарсы адамдар ғой бұлар. Қараңызшы, арақты адалдап беріп жатыр. Енді сол кісіге айту керек еді, сен өзің атыңды сөйтіп екіге бөлді, тәпсірлеп берші, айналайын, қандай сөз шығар екен деп ше. Біздің елге, менің айтқым келетіні мынау, бауырлар, біздің елге ауызбіршілік керек. Кезінде аталарымыз не деген еді? Бөлінгенді бөрі жейді деген сөз қалай? Бөлінгенді бөрі жейді. Одан кейін не дейді? Береке керіскенге емес, келіскенге қонады деген. Бірімізді іште өзіміз жамандап жатқан кезде, ол сырттағы біздің жауды қуантқаннан басқа не болады? Жақында да осы діннің дұшпандарының Құдай берді ғой. 80% намазхандар, алаяқтар деген. Мен бұл сөзді қайта-қайта тыңдап шықтым. Мен танитын деген жоқ. Қазақ факт айтайын деді. Ринат бауырымыз айтты. Енді ол бауырымызды мен жақсы көрем, елге қызмет қылатындығы жайында. Бірақ бәрібір қателік жасады ма айтылу керек шығар. Не дейді? Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ дейді ғой. Мен қайта-қайта тыңдап шықтым. Мен танитын намазхандар деген жоқ. Факт айтайын. Қазақстандағы жасалып жатқан алаяқтықтың 80%-ын жасап жатқандар намаз оқитындар деді ғой. Ағайындар, осы сөзді естіп, мына діннің дұшпандарын Құдай жаңағы, Құдайлар жоқ қойды олардың. Не дейді анау? Қуанып, жәндері кіріп, ой, интернетте не деген қазақ, осы еліміз екіге бөлініп қырылып жатыр. Намазхан бейнамаз болып. Осы сөздің қателігін айтайын енді. Біріншіден, енді осы сөзбен негізі адамның өзі, дін жайлы айтып отқан адамның эмоциясынан жаңағы, өзінің, Ринат бауырымыздың мысал үшін, намазға, дінге көзқарасының қандай екенін сол кездегі айтқан сөзінен, эмоциясынан білуге болады енді, негізінен. Ал енді, мына нәрсеге мән берсек, осы ел басында отырғандар, билікте отырғандар, бір елді ауызбіршілікте дұрыстап басқару үшін, елде қанша дін өкілі бар, қанша ұлт өкілі бар, біз зайырлы мемлекетпіз ғой, бәріне бірдей қарау керек. Бөліп жаруға болмайды. Ұлттық алауыздық, діни алауыздық тудыруға болмайды. Бәріне бірдей қарау керек. Біреумен шақыстырып, ұрыстыруға болмайды. Енді қараңызшы, жарайды, намаз оқитындардың 80%-ы алаяқ екен. Алаяқтық жасайды екен. Не болмаса Қазақстандағы жасалып жатқан алаяқтықтың 80%-ы есептепті, жарайды, айтты. Намазхандар жасайды екен. Сіздер неге бәрін бірдей айтпайсыздар? Сіздер ел басында отқан адамдар, сіздер бәрін есептеп отырсыздар ғой. Намазхандар алаяқтық жасайды. Сонда бейнамаздардың қанша пайызы алаяқтық жасайды? Мынау тәңіршілдердің қанша пайызы алаяқтық жасайды? Олар тіптен жасамай ма? Олар пәк па? Христиандардың қанша пайызы алаяқтық жасайды? Анау елдегі жүрген буддистердің кейбір қаншасы алаяқтық жасайды? Мына ЛГБТ голубойлардың қанша пайызы алаяқтық жасайды? Неге бәрін есептеп айтпаймыз? Неге исламға, осы намазхандарға шүйлігіп алдық бәріміз? Не болмаса айтсақ, әділ болсақ, неге бәрін бірдей айтпаймыз? Жарайды, намазхандар Қазақстанда болып жатқан 80% алаяқтықты жасайды. Ал неге жақсы жағын айтпаймыз? Мына бір харекет қорының өзі 1000 жетімдер үйіне, 1000 отбасыға үй алып берген жоқ па? Мұғжиза қоры қанша отбасыға, үйі жоқ отбасыларға үй алып беріп жатқан жоқ па? Намазхандардың жақсы жері жоқ бекен, неге ол айтылмайды? Әділ болсақ, неге екі жағын тең жарып айтпаймыз? Не болса қанша қорлар бар, қанша намазхан жігіттер, мен танитын қанша намазхан жігіттер бар, қанша отбасыларды жыл басында мектепте балдарын киіндіріп, заттарын әперіп, оқытып, оқуға, үлкен оқуға түсіріп, оқытып жатқан, мен көзін шұқып көрсетіп бере аламын, қанша намазхан жігіттер бар. Анау Нұрсила деген біреу айтып жатыр ғой, қанша мықты-мықты жұмыс істейтін жігіттер мешітте алданып ертегі тыңдап отыр деп. Ақмақ, қанша жігіттер завод салып, намазхан жігіттер завод салып, елде қанша адамдарға жұмыспен қамтамасыз етіп жатқан жоқ па? Мұның бәрі неге көрмейміз біз? Біріншіден, екіншіден, мешітте ертегі айтылмайды. Мешітте Құдайдың насихаты айтылады. Алланың насихаты айтылады. Ол ертегің сенің ана тойханаларда, жынханаларда, анау түнгі клубтарда айтылады ол. Сахналарда кейбір айтылады.
А мешітте ертегі айтылмайды. Мешітте Құдайдың сөзі айтылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзі айтылады. Құдайға қарсы шығып не көрінді сендерге? Осы намазхандардың қанша жақсы ізгі амалдары бар ғой. Неге солай? Енді жаңа ғана алаяқтықты айтатын болсақ, елде намазхандардан басқа алаяқ жоқ па? Неге бәрі бірдей айтылмайды? Билікте отырғандардың қанша пайызы алаяқ? Неге ол айтылмайды? Шындап келгенде да. Енді мен ешқайсымен шаруам жоқ. Тек қана мен әйтеуір осы айналайындар ислам дініне тиісіп Құдай ұрып қалмасыншы деп жатырмын. Құдайсыз жерге бәле келеді. Құдайдың қаһарына ұшырап қалмайық. Мынау тәңіршілдер елге не пайдасы тиді айтсыншы осы. Тәңіршілдер жайлы неге айтпаймыз енді? Тәңіршілдер не істемеді? Не істеді елге? Бір итке ұя салып берді ма бұлар? Ең болмаса. Бізге қажет емес олардың жақсылықтары. Тек айтқымыз келетіні, намаз оқитын адамдардың тек жамандығын көре бермей, жақсы жақтары да бар ғой. Ал негізгісі біздің елге ауызбіршілік керек ағайындар. Біздің елге намазхан, бейнамаз деп бөлінуге болмайды. Біз енді бұны намаз оқитындарға да айтып жатырмыз. Намаз оқитындар, намаз оқығанмен сен өзіңді қарапайым ұста. Сен намаз оқыған екен соған лайық бол, намазхандар. Сен көшеде жүріп ана былапыт сөйлеп, былжырап жүргеннен кейін сендердің арқаларында намазхандарға тіл тиеді. Бейнамаздар деп сөйлемеңдер еш уақытта. Бұны біз қанша жерде айтып жатырмыз. Намаз оқитындар, бейнамаз деп сөйлемеңдер. Бөлмеңдер, адамды бөлмеңдер. Құдай білет кімнің жәннатқа кіретінін. Сені жәннатқа кіргізетін намазың емес, оразаң емес. Сені жәннатқа кіргізетін Алланың рахмы. Ал бұл намаз, ораза, сен осы дүниеде Құдай саған ақыл бергеннен кейін, саған міндет болған, орындалу керек болған шүкіршілік ретінде амалдар бұл. Бейнамаздар деп сөйлемейік ағайындар, шында да бізде де кінә бар. Бейнамаздар деп сөйлемейік. Бауырым, мұсылман ба болды. Мұсылман бауырым деп сөйлеуің керек. Ол намаз оқымаса да, қараңызшы. Тәңіршілдер біздің намаз оқитындарға күліп жүр да. Бұл тәңіршілдерден намаз оқымайтын мұсылманның өзі артық қой. Өлсе өлігі артық қой. Өйткені біз мұсылмандарды намаз оқыса да, оқымаса да, мен мұсылманмын деген адамды арулап, жуып, дәретін алғызып жерлейміз. Біздің өлген адамдарымыздың өзі дәретпен жерленеді. Ал бұл тәңіршілер сендер тірі күндеріңде дәретсіз жүрсіңдер ғой, жерді дәретсіз басасыңдар ғой. Өлгендеріңді айтпай қояйық. Өлгеннен кейін өмен деп бір жерге көміп тастай салады, болды. Артынан оның ешкім Құран бағыштап, өзі Құранға қарсы адамдар оны кім оқиды оны? Осы мына тәңіршілдік жолын ұстанып жүрген қазақ жігіттері, қазақ қыздарын айтарым, айналайын қандастарымыз, ақылыңды жинаш. Сендердің әкелерің, шешелерің бір Құдайға сыйынып өткен адам болған. Кішкене арт жағыңа қарап көрші. Кішкене ізденші, кішкене білім алшы, тура жолды тауып аласың. Соқыр сенімге ере бермей, біреудің далбасалаған ана сөздерді бөліп сөйлеген сөзіне ере бермей, кішкене ақылыңды жасатты, жан-жақты тыңдап көрші, айналайын, тура жолын тауып аласың. Дәл осылай жүріп, дінсіз өліп кетіп Құдайдың алдына ше, дінсіз, имансыз барып қалмаш. Біздің сендерге де жанымыз ашиды. Мұсылман адам болғаннан кейін біз бәріне жанымыз ашиды. Бәрі мұсылман болып өлсе екен дейміз. Құдайға құл болып өлсе екен дейміз. Қайда жоқ біреуге құл болып емес. Алла қуат берсін. Алла екі дүниенің жақсылығын берсін. Біздің елімізде Алла тағала қияметке дейін ауызбіршілікте өмір сүрген, исламмен өмір сүрген адамдардан қылсын. Елімізде әртүрлі фитнадан, ауызбіршіліксіздіктен сақтасын. Жетімдердің, жесірлердің болмауын Алла нәсіп етсін елімізде. Алла қуат берсін. Егер біреуге көңіліне тиетін сөз айтқан болсақ, кешірім сұраймыз. Біздіңкі тек қана ниетіміз ауызбіршілік болса болды. Шындап келген кезде кім қай дінді ұстанса да, неге осы христиан дініне ешкім тиіспейді, буддистке ешкім тиіспейді, неге осы айналып келіп ислам дініне тиісуге құмар болдыңдар, айналайындар? Құдаймен ойнап жүрсіңдер ғой, Құдай тағаланың қаһарына ұшырайын деп жүрсіңдер ғой. Бір күні жақтарың айырылады ғой, жақтарың қарсы қалады ғой, айналайындар ау. Басқа ислам дініне тиіспей ақ қойсаңдаршы. Бұл менің дінім емес, ол ана муфтидің діні емес ол.
және осы ел басында отырған, дін басында отырған ағаларымызға да айтар едік. Осы Құранға тіл тигізгендерге, біздің пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға тіл тигізгендерге елімізде бұларға тоқтау бола ма, болмай ма? Алла қуат берсін. Алла ауызбіршілігін ынтымақ берсін. Мұсылмандарға тек мұсылмандар деп айтпаймыз ғой, біздің елімізде қанша дін өкілі бар, қанша ұлт өкілі бар. Алла бәрімізге ауызбіршілігін ынтымақ берсін. Алла разы болсын.